Достар, сәлем. Мына картина естеріңізде ма? Жақында Қытайдан заказ беріп, осыны құрастыруға алып едік қой біздер. Пазл. Соны құрастырып кішкентай ғана жер қалды. Оказывается, арттарында мынандай номерлықтар болады. Мынау мысалы Д деп тұрсам. Менде клиент уже Д-лар қалып, алардың бәрін жапсырдым. С дегендер болады, сосын Д дегендер болады. Мынандай әдемі. На светке сливаться етіп тұр, жарық түсіп. Новогодная суета деген картина. Сондай әдемі картина. Бізде Димаш не істеп жатыр? Мороженое жеп жатырмын. Асыл мороженое жеп жатыр. Столды әлі жинаған жоқпын. Столдың үстіне жинаймын. Ал мына бала болса бізде Димаш ойын ойнап жатыр. Мынау осы картинаны. Не ойын? Қайсы көрсетші дұрыстап. Ком қасында адам бар. Қазір аяқта атыс болып отыр. Атысу керек. Типа атысып атсыңдар ма? Иә. Мынау деген картинаның жанындағы не аттары ұстап тұратын. Сондай бірдеңе айту есіме түсіп жатыр. Ненің дауысы? Димаш, сен ба бірдеңе осы отырған? Бірдеңе көре ма? Жоқ, жылап жатырған дауыс естіледі. Достар, сенесіздер ма? Біздер мына жаққа біреу жылап жатқанға келсек, біз не көргенімізді? Қалай болып жатыр? Короче, мына қуыршақ жатыр. Ең алдындағы кукла ғой, білесіздер ғой? Иә, бетіне алдында осындай болған жоқ па не? Жоқ, ондай болған жоқ. Ужас, бетіне өп біткен. Мынау қалай еще жылап жатыр жаңа? Бірінші күлтудан кейін жылады мына қуыршақ. Мына жаққа келсек жатыр ғой. Кәдімгі кішкентай бала сияқты. Еще бұның алдында орамал болды емес пе? Иә. Орамал болды үстінде. Соны айтам қайда кеткен. Бізде асылым жаңа мына жерде зат Блинк-банк дей ма бірдеңе жасап жатқан. Соның заттары. Достар, короче, енді мына қуыршақ не істейміз, асылым Димаш? Вообще қызық болды, не істейміз? Алдында біз шығарып тастағанда қайтадан жатыр. Сұқын не өп кеткен. Бісмилай. Мама! Байқадыңдар ма, достар, мама? Мына қуыршақ қозғалып жатыр, мына үйге қорқып қашып жатыр. Бісмилай-рахмани-рахим, бісмилай. Мына қуыршаққа не болып жатыр? Өзімен өзі жаңбыт. Бісмилай. Не істейміз, балалар? Мына қуыршақ неге қараптан-қарап қозғалып тұр? Мама! Құрсын асылым Димаш қорқайын деп жатырмын. Қорқып жатырмын мен. Мама, мына свет өшіп жанып жатыр. Балалар, жүгірмеңдер. Отырыңдар, мына қуыршақты кетіп жүріңдер. Бісмилай деп ұстап алып жүр, лақтырып тастайық ана неге. Қайда? Екеуі деген. Достар, вообще біздер қорқып жатыр. Мына қуыршаққа не болып жатыр? Достар, свет өшіп сөнді. Қуыршақ жоқ. Ужаста, қуыршақ қайда кетуі мүмкін? Қайда кетті деп ойлайсыңдар? Достар, біздер қорқып отырмыз. Ана қуыршақ жоқ болып кетті. Жаңа свет өшіп сөніп тұрды ғой. Сол кезде өзімен өзі жоқ болды да кетті. Достар, сіздер қайда кетті деп ойлайсыздар кукланы? Жаңа кукланы. Ол жай кукла емес, уже біздер көрдік. Жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер, аяғы жыбырлап жүріп бара жатыр да, қозғалып жатыр. Достар, сіздер вообще мынандай кукла көрдіңіздер ма? Сіздерде мынандай басқаларыңыздан өтті ма? Қайда кетті деп ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Әрине, мұның барлығы бізде пранк. Бұл бізде очередной пранк, кезекті біздің пранкымыз. Сіздерге видео ұнады ма? Бұл жай ғана кукла, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Және де достар, егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Обязательно лайк басып жүріңіздер. Ода біздің видеомызды бірінші болып көргіңіз келсе, ода комментарийні басып, комментарийні сурет қойыңыздар, сосын сіздерден шап жеңе келіп, сосын сіздер болсаңыздар бірінші болып көресіздер видеомыз бар. Достар, бізді 10 мың подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Сол кезде ода жеткізіп тастаңыздар да, сол кезде біз алда қызықты видео түсіріп тұрсақ боламыз.
Және де достар, иә мен айтып берсең Димаш. Және де достар, сіздерге видео ұнаған болса, біз міндетті түрде 3-ші бөлімін жариялаймыз. Алдыңғы бөлімдерде біз осы кукла, қорқынышты кукла деген видео түсірдік. Мынау 2-ші бөлімі. Енді сіздерге тағы да бұл жерде лайк басып, комментарий жазып, қаралымдар саны көп болып жатса, біз 3-ші бөлімін міндетті түрде түсіреміз. Достар, ода біздерді 10.000 подписчикке жеткізіңіздер. Алдағы уақытта ода 10.000 подписчикке жеткізсеңіздер, күміс кнопкамен алтын кнопканы көрсететін боламыз сіздерге. Және достар, бұл жер жаңа Димаштың майкымен отырғаны біздер негізі ұйықтан келіп жатқан адамдармыз ғой. Солай видео түсірейік деп, асыл мен Димаштың айтуы бойынша осылай жоқ жерден видео түсіріп кеттік. Келесі кездескенше сау болыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока.